Қазақ тарихында небір тау тұлға даналар өткен. Ел бастаған көсем, қол бастаған батыр, сөз бастаған шешен, елге билік айтқан би де көп болған. Ұлы дала заңымен, ата жолымен жүріп, ел билігін ұстап, өз руының бірлігін, бір тұтастығын сақтауды ойлаған, ел ішіндегі алауыздықты тыйып, тентегіне тыйым салып, жесір дауы, жер дауын әділдікпен шешіп, бір руды басқарып отырған билер аз емес. Сол билерден орны бөлек, әділ билік айтып, нарқымен сөйлейтін, шешен сөзді әрі батыр Барқы Есентайұлын айрықша айтуға болады. Барқы Есентайұлы 1675 жылы Шығыс Қазақстан облысы Кішкентау Маңыра өңірінде туылған. Есентайдың арғы түбі 12 абақ керей руының Жәнтекей әулетінен тарайтын Сүйімбай, Сәменбет, Есентай атты үш ұл туады. Жәнтекейдің үш баласының үлкені Сүйімбай біліктілігімен ел басқарған дәулетті болған екен. Ортаншылы Сәменбет ержүрек батыр, айтулы қолбасы, жоңғарға қарсы соғысқан әйгілі батырлардың бірі, керей қолын басқарған қолбасы, керейдің Жәнтекей руына құран болған кісі. Кенже баласы Есентай елге адал билік жүргізіп, даудың тура кесімін айтатын, шешіміне айтқан дауына сөйлеген сөзіне ел тоқтаған әділ би болыпты. Есентайдан тарайтын Барқы, Тәттібай, Түптібай, Қарақұл, Шақабай, Қыстаубай атты қатарынан 6 ұл туған. Сол заманда алтауын Есентайдың алтарысы деп атаған. Сол алтарысының үлкені Барқы, биік бойлы, кесек денелі, кең маңдайлы, қою қара қасты, өткір көзді, қыр мұрынды, ат жақты, қызыл шырайлы, көркем адам болыпты. Көрген адам сүйетін келбеті келіскен адам болған. Бабамыз Барқы би қазақ хандығы тұсында жоңғарларға қарсы батырлармен бірге ата мекенін, елін жоңғарлардан азат ету жолында шайқасқан. Бабамыз Барқыға Сәменбеттің ерлік батырлығы, әкесі Есентайдың шешендігі мен әділ билігі, байлығы, дәулеті де дараған екен. Керей руының ел ағасы болып, ел тағдырына араласқан керей қолын басқарған, ел билігінің тізгінін ұстаған, қарақылда қақ жарған әділ би, дүйім жұртты өзіне қаратқан шешен даңқты қолбасы, керей руының ұйтқысы мен берекесі болып, қазақтың тұтастығы мен бірлігін сақтаған тұлғалардың бірі. Ел аузына Барқының кемеңгер шешімімен көреген көсемдігін халық бағалап, дауды сөздің нарқы біледі, сөздің нарқын Барқы біледі. Барқы билік айтса кесіп айтады, сөздің нарқын шешіп айтады, қарсы келгенін жеңіп айтады, есесін алып қайтады деген нақыл сөздер текке айтылмағаны шындық. Барқы биді абақ керей елі, Жәнтекей әулеттері Барқы атын атамай, тергеп айтып, бабаң деп атап кеткен екен. Бабаң атамыздың елін, жерін, ұрпақтарын айтатын кезде бабаң елі, бабаң мекені, бабаң ауылы, бабаң ұрпақтары деп, бабаң ауыл аймағында тергеп айтудан арыдан келе жатқан асыл тектіліктің, қасиеттің бірі болар. Барқы Есентайұлы 1760 жылы Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Майқапшағайда 85 жасында қайтыс болған. Сүйегі Майқапшағайдағы обалы дөң ішінде қойылған. Әділдіктің тізгінін ұстап, ел басқарған ұлағаттылығы мен ел ағасы болған, басына бақ қонып, құт дарыған, өсіп өрлеген ұрпақты әулет қылған. Барқы бидің 3 әйелінен тараған 12 ұл бар. Қыз баласы болғаны туралы анық дерек жоқ. Барқы атамыздың 12 ұлы Сапай, Жантас, Бектас, Бөгенбай, Күжір, Мырзаш, Құрман, Сеңкібай, Сатыбалды,
Жантай, Жайсан, Кенжетай атты 12 ұлы да ата жолын қуып, қол бастаған батыр, тіл бастаған шешен, ел басқарған көсем болған. 12 ұлы ел болып, баспен байлығы тең өскен, Керейдің өскен руы болып, рулық кеңесте сайланатын қолбасы биде Барқы руымен санасатын болған. Қазақ ханын сайлауда хандық кеңесте Керей жақтан айтылатын сөздің салмағы Барқылар шешімінде болған. Жәнтекей руын Керейдің ортасынан орнын ойып отыратын болған соң Өргерей атап кеткен. Өргерейдің өскен ұрпағы Барқа әулетінің ірі рулы ел болғаны себепті Қалба тауы, Кішкен тау, Зайсан тауы, Ерен қабырға, Алтай бетінде, Ертіс жағасында, Майлы жайыр тауында малмен басы сыймай жатқан ел болатын. Шығыстағы Қытай мен батыстағы Орыста Керей жайлап жатқан жерге көз қызартады. Берекесі мен дәулеті шалқып жатқан халықты Қытай мен Орыстың өңірлік басшыларына бөліп алда билей бер саясатымен іргесі сөгілмеген елдің берекесін қашырып, Керейді басқарып отырған төресі мен бейінің ортасына от салып, батыры мен байларына ірткі салып, ел білінеді. Керей толқыса Жәнтекейге сияды, Жәнтекей толқыса Керейге сыймайды деп айтылғандай, Керейдің ұйтқысы мен берекесі болып отырған Жәнтекейді екі империяның қуыршақ үкіметі оларды жауыздықпен жаныштап, зобалаң көрсетіп, жазықсыз қазақтарды қанға қақсатты. Майлы жайырда жатқан Жәнтекей әулетінің тараған Барқы би ұрпағын сол кездегі ағалары Түсіпкүрдай бастап, Ерен қабырға өңіріне қоныстандырады. Бұл қоныс та жайлы болмай, сол кездегі қуыршақ үкіметпен келіспеген Барқа ауылы тағы да ауа көшті. Сол жылдары Манас Сауан аудандарының тарихи стратегиялық орны ерекше болды. Манас Сауан өңірінің әкімі болған Қалибек Райымбекұлы қазаққа теңдік сұрап, екі империяның алдауына жүрмей, шығыстан келген қызыл әскер қыспағына шыдамай, Гималай асуға мәжбүр болды. Тарихта бұл көш азаттық аңсап, Гималайға асқан Барқы би ұрпағының көші болып тарихта қалды. Елде қалған Барқы ұрпағы өсіп, енді белгілі тұлғалар, қайраткерлер, ел ағалары шықты. Халқы үшін талмай қызмет атқарды. Қадырбай Мүслімұлы Шыңжаңдағы қазынаны басқарып, қаржылық қызметімен бірге әрі іскер басшы, ұйымдастырушы екенін көрсете білді. Және Барқы би бабамыздың басына ескерткіш тас қойып, Барқы шежіресін қайта бастырды. Манапқан Нұрғожаұлы өлкелік басшылық қызметтер атқарған қаламгер тұлға. Қайролла Баянбай Шыңжаң газетінің бас аға редакторы, қаламы қарымды журналист, жазушы. Оразхан Әсейін Ғазолы
көрнекті ғалым, ауыл шаруашылық ғылымында жаңалықтар ашты. Уахит Хамитұлы, қаламгер, шежіреші, Барқы шежіресінің алғашқы құрастырушыларының бірі. Қалид Біткеұлы, әйгілі оташы, дәрігер, қазақтың дәстүрлі медицинасын жалғастырушы құсбегі, саятшы. Қазақтың тәуелсіздігі үшін күрескен алаш қайраткерлерінің ізін жалғастырушы, Европадағы Азаттық радиосында 28 жыл қызмет атқарған біртуар тұлға Хасан Оралтай. Хасан Оралтай алаш әдеби сыйлығының иегері, халықаралық дәрежедегі журналист, тарихшы, аудармашы, барша түрік әлеміне танымал қоғам қайраткері. Қазақстан журналистика академиясының ең мәртебелі жалпы ұлттық алтын самұрық сыйлығының иегері. Қайраткер Хасан Оралтайға биыл 2018 жылы Алматы қаласынан бір көшенің аты берілді. Қазақ халқының егемендігі мен азаттығы жолында күресте ерекше орны бар. Аса көрнекті еңбегі бәрімізге мәлім. Хасан Оралтай. Құрметті туысқандар деп сөзіме бастау, менің 28 жыл бойы Азаттық радиосында сөйлегенде қалыптасқан дағды. Сонымен бірге бұл ұзақ жылдар бойы елді жерді аңсап, елім айдап еңіреген жылдардың белгісі. Сенімі мықты бір мұсылман Аллаға ғибадатын қандай ауыр жағдай астында болса орындайды. Сол сияқты нағыз ұлтшылдар қандай ауыр жағдай астында болса да отанын ұлтын бұтпайды, соған пайдалы болуға, соның ұлттық мүддесін қорғауға тырысады. Қазақстан тәуелсіздігінің арқасы. Сол үшін бәріміз қайда болсақ та Қазақстанның көк байрағын енді жықпау үшін, сол мәңгі бақи көкті Қазақстан еркін аспанында самғата беру үшін қайрат етуіміз керек. Рахмет. Көктудың желбірегені, елдіктің асқақ өлеңі, жан-жаққа тартпай қазағым, бір сөзге жинал дегені. Көктудың желбірегені, жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көктудың желбірегені. Бақыттың елжірегені, қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдірегені. Көктудың желбірегені, жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көктудың желбірегені, таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көктудың желбірегені.